Қазақстандық өнім өз ауыл шаруашылығына оңғайлы болсын деп осындай аппараттар шығарып жатыр өзіміз. Шөп турайтын, жем турайтын. Малды жегенде шөптен отход қалады ғой, шөп қалады, малдың астында тапталады, сол ысырап болмасын, қашап қалмасын деп арнайы осындай аппараттар шығарып жатыр, ыңғайлы болсын деп ауылда да. Және қол жетімді бағалармен. Қолды зақымдап өтпей ме, салып жатқан кезде ішіне айналып кетіп деген сияқты адамды зақымдамай ма? Сол адамдар зақымданбас үшін біз бұған арнайы өзіміздің защита қойдық, 3 степень защита болады бұда. Мысалы пышақ қатырылған, арнайы шықпас үшін, және де мына жанынан келіп ұшқан пышақтар қадалып қалмас үшін арнайы өзіміздің мындай темір нелермен бекітіп, адамға зияны тигізбей. Келін алып кете берсем болады ғой біреуіне? Болады әрине. Болды онда. Мына қалай алып кетемін енді? Енді бұл жеңіл машинаға да оңай сыяды, ыңғайлы. Мынау өзі екіге бөлінеді. Бөліне ме бұл? Иә, бұл бөлініп жеңіл машинаға ыңғаймен алып кетуге болады. Болды онда өз машинамды салып алып кете беремін. Иә, машина жалдаудың қажеті жоқ, өзіңіз машинаңызды салып береміз. Жақсы, берсін сау болыңыз.